Ассалаумағалейкум, қадірменді жиналған жамағат. Алла тағала баршаларымыздан разы болсын. Алла тағала баршаларымыздан сауаптан жазсын. Алла тағала бүгінгі ниетімізді қабыл етіп, иншалла Алла тағала баршаларымыздың мұраттарымызды, абыройымызды асыл үстем етсін деп Алладан сұраймыз. Қадірменді бауырлар, бүгін сіздердің алдарыңызда кішігірім мына асыл дінімізге қызмет жайлы айтқым келіп отыр. Білесіздер ме неге? Себебі қазіргі уақытта ислам дінін жамандап оған тіл тигізіп жүрген адамдар да жоқ емес. Тіпті олар сондай болып кеткен, қазір бірігіп алып неше түрлі ұсқынсыз видеолар шығарып, жөнсіз комментарийлер жазып жүр. Біз оны көріп жүрміз. Бірақ Алла тағала қасиетті Құран кәрімде не деп білесіздер ме? Барлықтарымыздың жүректерімізге үлкен үміт сыйлайтын, және де осы ислам деген жүріп баратқан көш, жүріп баратқан караванның бәрібір жеңіс караваны, жеңіс көші екенін дәлелдейтін аяттар бар. Соның біреуінде Алла тағала айтады: «Ла яджалаллаху лил кафирина алал муъминина сабила» дейді. Бұл Алланың сөзі. Алла айтады: ешқашан дейді, ешқашан, еш уақытта дінсіз адамдар, яғни кәпірлер, мұсылмандарға толық қанды үстемдік ете алмайды дейді. Яғни ешқашан мұсылмандар түбегейлі жойылып кетіп, жоқ болып кетіп, түбегейлі жеңіліп қалып, астында қалып, ондай нәрсе ешқашанда болмайды дейді Алла. Демек, мұсылман деген үлкен көш, үлкен караван, ол бәрібір түптің түбінде жеңіске апаратын көш, жеңіске апаратын караван деп сенеміз. Алла қасиетті Құран кәрімде тағы бір аяттарда айтады: «Юридуна лиютфиу нураллахи биафуахихим». Олар Алланың нұры болған исламды өздерінің ауыздарымен көп сөйлеп, жамандап, жауып тастағысы келеді дейді. Манағы нұрды. «Валлаху мутимму нурихи валау карихал кафирун». Бірақ Алла тағала жер бетіне бұл ислам дінін барлығына дейін жеткізеді, оны дінсіздер қаламаса да дейді. Пайғамбарымыз сол үшін айтты: «Бу'иту иля ахмар ва иля асвад». Мен бүкіл халыққа жіберілгенмін. Ол қара нәсілді болсын, сары нәсілді болсын. Бүкіліне мен жіберілгенмін. Және де сөзін қуаттап айтады: бұл дін күннің сәулесі қай жерге дейін жеткен болса, сол жерге дейін жетеді дейді. Қараңыз, бүкіл жерге дейін ислам жетеді дейді. Сол себепті бұл дін сізбен болсын, не сізсіз болсын, бәрібір түптің түбінде жеңіске барады. Ал біз керісінше осы дінмен болсақ ұтамыз, ал діннен алыстасақ, Құдай сақтасын, ұтыламыз. Алла тағала тағы бір аятында айтады: «Хуаллази арсала расулаху бил худа ва динил хақ». Ол Алла өзінің пайғамбарын тура жолмен жіберді, хақ болған дінмен жіберді. Не үшін? «Лиюзхираху ала дини кулли». Басқа бүкіл діндерден
үстем болып тұру үшін. Уәләу карихал мушрикун, тіпті оны мүшриктер қаламаса да дейді. Субханалла. Алланың айтып атқан уәдесі, Құранда айтып жатқан сөздері бауырлар. Сол себепті міне осы аяттардан біздің түсінетіміз осы. Енді бұл дін сондай жеңіске жететін пайғамбарымыз алғашқы күннен білген. Ойлаңызшы, алғашқы күннен білген ғой. Алғашқы күні пайғамбарымыз жіберілген кезде, пайғамбар бола бастағаннан кезде Алланың елшісі мынандай сөздер айтатын. Ла туфтаханнал Константини ва ни'мал джайшу ва ни'мал амир. Көресіңдер ертең, Константинополь мұсылмандардікі болады. Қандай жақсы әскер, қандай жақсы қолбасшы Константинопольді мұсылмандарға берген. Константинополь деген қазіргі қай жақ? Стамбул. Үлкен дәу империя ғой ол кезде, білесіздер ма? Үлкен дәу дамып кеткен миллиондаған адамы бар. Үлкен империя болып тұр. Ал мына жақта пайғамбарымыз кішкентай ғана сахабалармен сондай әңгіме айтып отырды. 6 жыл өткеннен кейін, кешіріңіздер, 6 жыл өткеннен кейін ислам дінін 40-шы болып қабылдап атқан Омар еді. 6 жыл өтті. 6 жыл жүріп пайғамбарымыз Меккеде жүріп, ислам ақиқат, келіңдерсейші деп жүрді. Сол кезде жиналып ап, 6 жылдың ішінде 40 адамның арасында ойлаш, осылай бір 3-4 стол адам отырмында мен айтып отырмын жерде, Константинополь біздікі болады десем. Сонда басқа шеттен көріп атқан біреу ойлап қалуы мүмкін ғой. Мыналар аурулар өз сандары енді ғана 40-қа жетіп жатыр, 6 жылдың ішінде тәлпіштеп, енді барып ана Константинополь біздікі дейді. Шулап жүр ғой қазақтар, Стамбул наш. Қарап, сол уақытта айдалада өмір сүріп жатқан, Меккеде өмір сүріп жатқан адамдар сондай әңгіме айтып отыр. Бірақ шынында да сондай болды ғой. Шынында да не істеді? Үлкен қолбасшы Мұхаммад Фатих деген жігіт шығып, сол Константинопольді мұсылмандарға әперіп, мұсылмандардың қолына өткізіп кеткен жоқ па екен? Қазіргі таңда да сол жерде ислам діні үстемділік етіп, мұсылмандар өмір сүріп жатқан жоқ па екен? Пайғамбарымыздың сөзінің дәлелі ма? Дәлелі. Алла Құранда «Инна дина индаллахил ислам», Алланың жанында, құзырында қабыл болған дін тек қана ислам. Тағы бір аятта وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Кім-де-кім ислам дінінен басқа өзге нәрседе туралық іздесе, бақыт іздесе, ол адамнан еш нәрсе қабыл етілмейді. Ол адам ақыретте хасіретке ұшырайды дейді. Басқа ислам дінінен басқа мойындайтын дініміз біздің өзіміздің хақ деп қабылдайтын дініміз, ол ислам ғана. Сол осы исламда Алла тағала мұсылмандардың жағдайы осындай жеңіске жетеді дегеннен кейін, пайғамбар да міне осындай нәтижеге жетеміз деді. Қараңыздаршы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединаға көшіп баратқан кезде мүшриктер айтады: Мұхаммедті кім тірі тапса, кім өлі деп тапса да, оған үйіп төгіп алтын береміз, үйіп төгіп түйелерді береміз деп айтады. Бүкіл іздеп жүр. Бүкіл Мекке, оның жанындағы ауылдар, естігендердің барлығы мақсаты біздің пайғамбарымызды ұстап алып, сол Меккенің үлкен данақой мүшриктеріне өткізу. Сөйтіп, адамдардың арасында Сурақа ибн Малик деген адам болады.
Сурақа деген жігіт бір мәжілісте отқан кезде адамдар келіп айтады, мынау Мединаға бара жатқан кезде бір жағалаудың жанында екі адамды көріпті адамдар дейді. Сол екеуі ғой дейді да, Сурақа ол жерді білет қай жерде екенін. Атымен атып шығып жолға шығады. Үлкен батыр, қолынан келетін, өз-өзіне сенімді Сурақа барып шығады. Біраз жол жүргеннен кейін кімді көреді? Пайғамбарымыз бен Абу Бәкірді көріп қалады Сурақа. Сурақа, міне қолға түстіңдер ғой деп, атымен бір шапса, құмға батып кете береді екен. Аяғы құмға батады. Анау кісі таңғалып, атын қайтадан шығарып, қайтадан барса, екінші рет батып кетеді дейді. Батпайтын жерде алып шығып, үшінші рет барса, үшінші ретте батқан кезде Сурақа түсінді дейді. Мыналарды біреу қорғап тұр. Мыналарды біреу қорғап тұр. Әйтпесе мына атқа не болды? Түп-түзу жерде қайта-қайта топыраққа батып, мынау атқа не болды деп, өз-өзімен батқан атының үстінде паникаға түсіп отырса, жанына келіп пайғамбарымыз келіп тұр дейді. Сурақаның түріне қарап, күлімдеп, Сурақа, Хайсар, Византияның үлкен патшаларының үлкен білезіктерін, үлкен алтын болған, күміс болған, үлкен тағатын білезіктері болады патшалардың қолдарынан. Солардың білезіктері сенің қолына тақса қайтер едің? Сенің қолыңда болады дейді ғой. Түсінбейді Сурақа. Пайғамбарымыз айтады, кетіп қалады ғой. Я Алла, Меккеден Мединаға әрең көшіп жатыр. Екеуі қашып, үңгірде тығылып, өрмекшінің тігіп қойған жаңағы несіне, паутинасына қорғалып жүрген екі адам анаған айтып тұр дейді, үлкен гүрілдеп тұрған. Ертең солардың патшасының білезіктері сенің қолыңда болады деп. Сурақа білмейді ғой. Бірақ бұл сөзді тек қана пайғамбарымыз шынайы мұсылманның үстем екенін білетін адам ғана айта алады. Пайғамбарымыз дүниеден өтеді. Жан тапсырды. Кейін басшы Абу Бәкір болды. 2 жылдан кейін ол кісіде жан тапсырып, пайғамбардың артынан кетті. Одан кейін Омар халифа болып тұрған сәтте жан жақсы Палестинадағы Аль-Ақса мешітін мұсылмандарға алып береді. Рим, Византия барлығы мұсылмандардың жеріне өткеннен кейін, үлкен патшалар алдында бас игеннен кейін, Омар бұл әңгімені білмейді. Бірақ Омар сөйтіп тұрды да адамдардың арасына қарата, Сурақа ибн Малик бар ма деп айтты дейді. Уаллахи, ол кісінің өліп кетуі мүмкін емес еді. Пайғамбардың айтқан сөзі орындалу керек қой. Қолын көтеріп дейді. Омар тұрды да, үлкен манағы білезіктерді Сурақа бергел деді да, қолына тағып, анау патшалардың бастарына тағатын коронасын алды да, Сурақаның басына кигізіп қойды да, міне, патшалардың киген нәрсесін Алла қарапайым құлдарға да кигізді. Альхамдулилля, Аллаға мақтау мадақтар болсын деп айтып жіберді дейді. Қараңызшы, пайғамбардың сөзі қалай дәлме-дәл келіп тұр. Омардың аузына Сурақа деген ат қалай дәлме-дәл түсіп тұр. Қаншама жылдар өтіп кетті ғой. Бірақ пайғамбардың айтқан сөзі орындалу керек еді, бауырлар. Ол уақыт қиын уақыт. Бірақ Сурақа мұсылман болып кеткен уже ол кезде. Өйткені түсінді ғой, атып, дым істей алмайды. Кейін мұсылман болып кеткен ол. Міне бауырлар, сол себепті мен осы діннің үстемділігін сіздерге айтқым келеді. Енді біз не істеу керекпіз, білесіздер ме? Айтып берейін. Біз қазіргі уақытта міне осы дінімізге
жәрдемдесу керекпіз. Дінімізге қызмет етіп қалу керекпіз. Міне дінімізге кішкентай ғана пайда болса да тигізіп қалуға әрекет жасау керекпіз. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде бір аятта бейдейді. Ла ястауи минкум мен анфақа қабл әл-фатхи ва қатал улаика аъзаму даражатан мен анфақа мин баъди фатхи ва қаталу. Құрандағы аят. Сендер біліп қойыңыздар дейді. Мекке мұсылмандардың қолына өтпей жатып, осы дінге көмектескен, осы дінге мал дүниесін сарп еткендер бар ғой. Солар кейін Мекке жауланғаннан кейін Алланың жолына көмектесіп, ақша бергендерге қарағанда дәрежелері үлкен дейді. Бізде екі кезең бар. Пайғамбарымыз қашан Меккені жаулап алды? Кім біледі? Айтыңыздар. Жоқ. Хижреттің 8-ші жылы. Пайғамбарымыз хижреттің 11-ші жылы қайтыс болды. Хижрет дегенне көшу. Мұсылмандардың календары пайғамбарымыз Меккеден Мединаға көшкеннен бастап басталады. Қазір хижрет жыл санағы бойынша нешінші жыл? 1445. Дұрыс айтасыз. Мұхаррам өтті, сапар, сол айларда жүрміз ғой енді қазір. Бұл календар қашан есептеледі? Меккеден пайғамбарымыз Мединаға көшіп келді, сол кезден бастап есептеледі бұл. Омар бұны енгізді, пайғамбарымыздан бастап есептейік деп. Ал пайғамбарымыз 11-ші жылы қайтыс болды, қараңыздар. Ал 8-ші жылы пайғамбарымыз не істеді? Меккені мұсылмандардың қолдарына өткізді. Меккені жаулап алды. Меккедегі азғындықты тоқтатты. Ал Алла Тағаланың уәдесі бар еді. Міне пайғамбарымыз Меккеге келген кезде адамдарды көресің, сенің дініңе топ-топ боп кіріп атқандарын көресің деді. Мұсылмандар көп еді сол кезде. Оған дейін аз еді. Меккеге дейін аз еді, Меккеден кейін көбейді. Түсініп отырсыздар ма? Енді Алла айтады, Меккеге дейін мұсылмандарға көмектесіп, жандарында болып, қызмет жасаған, әнфақа, нафақа етіп, мал дүниесін сарп еткендер бар ғой. Солардың дәрежесі әлде қайда кейін ашылғаннан кейін бергендерге қарағанда үлкен дейді. Аъзаму даражатан. Дәрежелері ұлық дейді. Неге? Өйткені аз болған кезде ешкім сенбейді ғой саған. Аз болған кезде ешкім сенбейді. Саған қазір, мен бір өзің мысалға деймін, қарапайым жұмыс істейсің. 100 мың теңге айлық аласың. Мен 91-ден жер алып, үй саламын десең. Көмек бар ма десең. Сен айлығым 100-ақ мың айналайын. Қайдан үй салайын деп, ешкім сенбейді. Бірақ біреуге ше, мен саған сенем. До конца. Каспийін қанша. Деп, біреу тұртта атып жіберіп сөйт. Ешкім сенбеген уақытта көмектескен адамдар ыстық қой өзі. Дұрыс қой? Ешкім сенбегенде өзің жағдайың жоқ. Жағдайыңды жасап алғаннан кейін астыңа қымбат машина, қымбат коттедж, лауазым болғаннан онда көбейеді. Мен баяғыдан сенгем саған, братан. Мен баяғыдан білген ғой сен талантың бар екенін мойныңда дейтіндер шығады сол кезде. Өйткені о кезде сен уже красавчиксің да. Ал қазір сен белгісізсің сен. Сен дұрыс нәрсе айтып отырсың ба, өзің алжып отырсың ба, қуып отырсың ба? Біздің пайғамбарымыз просто айтып тұрған жоқ. Біздің пайғамбарымыз планкын беріп тастаған ғой. Әні жүр біздің мақсат. Түсініп отырсыздар ғой? Енді Алла не дейді? Сол ешкім сенбей жүрген уақытта көмектескен адамдардың дәрежесі әлде қайда биік. Және де ең қызығын айтайын ба? Сол кезде көмектесіп бастаған адамдарға Алланың жәрдемі де мықты болады.
сол уақытқа дейін қаншама шайқастар өтті. Бадырдан бастап бүкіл шайқаста мұсылмандар аз. Бүкіл аз. Бадырда 300, олар 1000. Тағы шайқас болады, олар 1000, аналар 3000. Тағы шайқас болады, аналар 10.000, аналар болса 30.000 да. Қарасаң бар ғой, дәйім 3 есе көп қой. Дәйім 3 есе көп. Енді оның үстіне қоса мұсылмандар аналар сияқты мықты болып дайындалмаған. Мықты болып дайындалмаған. Бірақ Аллаға деген тәуекелдері страшно. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде сол үшін бедейді. Я юхан наби, харридил муъминина алал қитал. Ей пайғамбар, Алланың жолында күресуге, қызмет етуге мұсылмандарды қызықтыр дейді. Харрид, қызықтыршы дейді. Сөйтіп айтады да, Алла өзі қызықтырады ғой. Не деп? Бедейді. Ин якун минкум 20 сабируна яглибуна 200 дейді. Сендердің араларында 20 сабырлы мықты жігіт болса бар ғой, 200 жеңесіңдер сендер дейді. Алла гарантия беріп жатыр. Бастапқы уақытта сенгендерге күшті, яқин. Дінге жәрдем десем деген адамға бар ғой, Алла бар ғой, нереально күш беріп қояды. Тек қана сенің мақсатың ұлық болу керек та. Алла Тағала жалғастырып айтады. Ин якун минкум миатун яглибуна альфа дейді. Ал енді сендер дейді, 100 болсаңдар, сендер 1000-ды жеңесіңдер дейді. Мә, дух беріп қойып отыр Құдай. Бадыр басталды. Мәсі, аз мұсылмандар. 313 адам. Білесіздер ме? 313 адам. 10 түйе, 1-2 сараң ат қана бар дейді. Ат көп емес. Аналардың барлығында ат бар. Үстерінде сауыт бар. Қылыш бар. Мұсылмандарда дейді. Мұсылмандарда 10 шақты адам ғана қылыш бар дейді. 10 шақты адамда қылыш, 1-2 штук ат, бірнеше түйе. Құдай ау, қолмен кетіп баратыр да. Ар жақта сақал. Ой, садақ. Сақал деп қойма. Ар жақта садақ, найза, қылыш бүкілі барды. Бірақ Алла уәде беріп қойған. Кетіп бара жатыр ғой. Кетіп бара жатыр. Дух деген масқара. Бір кезде Алла Тағала, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағалаға дұға тілей бастады дейді. Аллахума анжиз лима вааттани. Аллахума ати лима вааттани. Я Аллахым, уәде еткен нәрсеңді маған берші. Уәде еткен нәрсеңді алып келші. Орындашы уәдеңді деп дұға тілей бастады дейді. Өйткені не бар? Анау қарсыластың күшін көріп тұр. Сол кезде Алла Тағала Құраннан аят түсіреді. Истастаджибуна إذ يستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Мағынасы былай. Міне, сендер менен жәрдем сұрадыңдар. Дәл сол кезде сендердің дұғаларыңа жауап беріп, сендерге көмекке 1000 періштені мен жібердім дейді. Сахабалар айтады, соғысқа бардық дейді. Сол кезде періштелер жүр дейді ана жерде. Оны қайдан білдіңдер десе, көздеріне көрінбейді. Бірақ та келіп соғысайын десе, аны өз-өзінен құлап атады дейді. Өз-өзінен жарақаттанып, бір жерін ұстап, қан болып жатыр дейді. Не болып жатқаны түсініксіз. Ішінде имам ибн Асир жеткізетін кітапта Укаша ибн Михсан бар дейді. Укаша ибн Михсан деген сахаба. Я Рабб, Алланың жәрдемін түсініп отырсыздар ма? Қандай болып жатыр? Алла өйткені уәде беріп қойған ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шайқастың басында Расул Алланың өзі не істеді дейді? Алды да топырақты қолына жинап, шашып жіберген кезде әрбір шашылған топырақ, лақтырылған тас мүшриктердің көздеріне барып тиді дейді. Алла Тағала аят түсіреді дейді. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى.
Сен лақтырып жатып, мен лақтырдым деп ойлап отырсың дейді. Сен емес лақтырып атқан. Алла ғой лақтырып дәл тигізіп атқан дейді. Аллаху акбар. Сен емес сабатқан. Сен емес жәрдем. Алла келіп атады өзің. Түсінбейсің. Жәрдем десем дейсің, қызмет қылам дейсің, бір жерден келіп атырды. Нұрсұлан деген ағамыз болған, Алла разы болсын. Үлкен Нұрым Ораққа арналған 3 этажды подкурс салып атыр. Сокольный бар 4. Айтады, салам дедім дейді, жалғыз өзі. Кассада ақша бітіп атады, білмеймін, бір жақтан келіп атады. Енді бітіп атса тағы келіп атады, енді бітіп атса тағы келіп атады. Алла тауфиқ беріп, жалғыз соны салып кетті. Ең алғашқы подкурс. Руслан ағам подкурс салғаннан кейін, ол подкурс тағы да Ақтөбеде, ол подкурс тағы да Өскемен, бірнеше жерде бірден ашылып кетті. Сауабы кімде? Руслан ағамда. Нұрым Орақтың подкурсында онда здания жоқ. Бір мешіттің жанында орналасқан бір үй бар. Соның ішінде тұрамыз. Даже ата-анамызға айтып қойғанбыз, подкурста оқып жатырық. Таңертең оянып, сабағымызды оқып, сол кезде жаңа подкурстың салынғанын өз көзімізбен көргенбіз. Алла жәрдемдеседі екен. Алла жәрдемдеседі екен ғой. Енді қараңыздаршы. Жаңа Укаша ибн Михсан деген сахабаны білесіздер ғой. Алдында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кісі жайында не деді? Бухарида келетін хадисте Алланың елшісі айтады ғой, мен барлық пайғамбарларды көрдім. Бір пайғамбарларды қарасам, артынан 10 шақты адам тұр екен. Біреуінің артында сәл ғана адам, біреуінің артында адам жоқ екен дейді. Ешкім ермеген ғой артынан. Сөйтіп бір қаларында үлкен тұнып тұрған бір қара қолды халықты көрдім дейді. Сауадул аалам деп келеді хадисте. Мынау менің үмметім шығар деген кезде, жоқ, бұл Мұсанікі, сенікі мына жақта деген кезде, үлкен көкжиекке қараған кезде, қаптап тұрған адамдарды көрген кезде, міне сенің үмметің деген қатты қуандым дейді. Осы сахабаларға айтып беріп жатыр пайғамбарымыз. Сосын айтты дейді, менің үмметімнен 70 000 адам есеп қисапсыз жәннатқа кіреді деді. Пайғамбарым шатырына кіріп кетті дейді. Сахабалардың арасында, ол кімдер? 70 000 адам, ол кімдер дейді. Кімдер олар? Сосын біреу тұрды айтты дейді, мүмкін олар. Анау туылғаннан бері ислам деп өткен, туылғаннан бері мұсылман болып кеткен шығар. Сондай адамдарды айтып тұрған шығар. Өйткені біз емес қой, өйткені біз жахилиятты көріп қалдық қой. Біз мүшриктердің, біздің аталарымыз бар, совет үкіметін көрдік деп. Біз жахилиятты көрдік қой. Пұттарға танып атқан уақытты біз көрдік. Біз сондай заманнан өттік. Біз емес, жаңадан туылып бірден мұсылман болып кетіп атқандар шығар деп обсуждение кетіп жатыр сахабалардың арасында. Мүмкін мынандайлар шығар деп пайғамбарымыз шатырдан естіп қояды да, атады, шығып қояды да, бүйтіп айтады. Ол адамдардың мынандай сипаттары бар. Олар өз-өздеріне рұқия салмайды. Олар біреуге өздеріне рұқия салдыртпайды. Олар ырымдарға сенбейді. Және де олар Аллаға тәуекел етеді деп айтады. Сол кезде сахабалардың арасынан Укаша ибн Михсан атып тұрды да айтты дейді, я Расулалла, солардан болайыншы деп. Есеп қисапсыз жәннатқа кіретіндер бар ғой, солардан болайыншы деп айтты дейді. Сол кезде пайғамбарымыз, Укаша, сен солардансың деп айтты дейді. Екінші тұртта, я Расулалла, мен де солардан болайыншы десе, болды, Укаша озып кетті. Ана отырды дейді соңында. Укаша өлгеріп қалды. Ғалымдар айтады, Алла тағала жәннаты кең. Не пайғамбарымыз екінші адам үшін дұға тілейсе болады ғой? Сен де кір жарайды, есеп қисапсыз деп. Неге пайғамбарымыз ол үшін дұға тілеген жоқ? Себебі дейді. Себебі Укаша бірінші тұрды, және де Укашаның бойында дейді.
сол есепсіз қисапсыз кіретін адамның сипаты болған негіз бойында дейді. Сөйтсе тәуекелі страшный екен ғой. Жаңағы Константинополь біздікі, анау империя біздікі. Тәуекел деген страшный екен. Оны қайдан білеміз? Бадыр манағы, Бадыр шайқасында соғысып жатыр дейді. Укашаның қылышы бар екен, соғысып атып, қылыш сынып кеткен. Я Расулалла, қылыш берші, сынып қалып десе, пайғамбарымыз қолына таяқ ұстатып жүрген. Сенің қолыңа таяқ ұстатса не дейсің? Я Расулалла, маған прикол ұстап тұрсың ба деп. Сөйтіп айтасың сен. Мыналар қаптап жүр ғой, қайдағы таяқ, өлеміз ғой деп не мазақ қылып отырсың? Деп жоқ дейді. Алды да бұны имам Ибн Асир Сахих риуаятта өзінің тарих кітабында жеткізеді. Таяқты беріп жіберді дейді. Алып кете барған кезде қолынан пайғамбардың мұғжизасы қылыш бола кетті дейді бірден. Қылыш бола кетіп, Укаша соңына дейін соғыса берді дейді. Аллаху акбар. Субханалла, не деген таңғаларлық оқиға. Сөйтсе тәуекел екен ғой. Білесіздер оны Шамайлыға қатысып жүрген жігіттер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қойдың етін жеген кезде оның бір алдыңғы аяқтарында жейтін еді. Сөйтсе бір күні бір сахаба үйіне шақырды дейді пайғамбарымыз. Шамайлыға келеді. Сөйтсе бір сахабалар отыр. Сол кезде тұрды да қойды дейді бір аяқты. Алды да бүкілі жеп алды дейді. Екіншісін әкел деп айтты дейді. Екіншісін қой тағы да жеп алды дейді. Пайғамбарымыз тағы да үшіншісін әкел деген кезде, я Расулалла, алдыңғы аяқ екеуі ғана болады ғой деп айтты дейді. Пайғамбарымыз қап тоқтамай барып анау кастрөліңді аша бергенде үшіншісін табатын едің деп айтады. Просто пайғамбар айтты ма, бара берсей. Алланың елшісі айтты ма, ол Алланың тарапынан келіп жатыр. Сен просто барып ашу керексің да. Әкпелдіңіз алып келе берсең, шыға береді екен ғой. Естелі көрдіңіз бе? Таяқ бересіз, кете береді. Таяқ берсе кете береді. Бізге давай бір бәле бастайықсы. Бүйтіп ойланамыз біз. Біз айтады, мешіт алыс дейді. Рибачи жақта. Мен айтамын да, иманың күшті болса бар ғой, мешіт жақын. Иманың әлсіз бар ғой, әлсіз болса бар ғой, мешіт алыс болады. Иманың мықты болса, мешіт никогда алыс болмайды. Солай ғой бауырлар. Мәселе сен қанша будильник қойғаныңа қатысты емес. Иманың әлсіз ба, 45 будильникқа да тұрмайсың сен. Ал иманың мықты ма, будильниксіз тұрасың сен. Өйткені сен иманың тұрғызады, будильник емес. Ақиқат осы. Біздің мақсаттарымыз биік емес. Ближний фармен жүрміз бізді. Дальнийді қосу керек жігіттер. Билеттарды орнату керек бізге. Орнатып қойып, дальнийді қосып, әбәба деген жері анау оттап атқан, аузына еген ашып, жіберіп атқан адамдарға билетпен бітің деп шағыстырып жіберу керек. Ойбай деп кетіп қалу керек. Біз дальше жүре беру керек бізді. Бізде керісінше өзіміз ближниймен, дальний жоқ, билет жоқ, аналар жүр. Сенің көзіңе шағыстыр, ойбай қойшы шағып. Деп өзіміз қоя салатырмыз. Міне қараңыздар, Мединедегі 400 ғана үй, 400 үй бүкіл әлемге үлгі бола білді. Мен айтамда жігіттер, жезғазған. Бізден қашан шығады? Ғалымдар, жанашырлар, елді көркейтетін азаматтар. Бауырлар, өзіңіз кішкене ғана еңбек етсеңіз бар ғой, Құдай барлығын әкеледі. Біздің дініміз әділ ғой.
Біздің атамыз Сұлтан Бейбарыс Қыпшақ руынан шыққан. Зохир Рукнуддин Бейбарыс атамыз. Кім боп барды? Қол боп барған ғой Египетке. Мысыр еліне қол боп барған. Мысырлықтар олар адамды басына шығартқызбайды олар. Қол боп барған адам. Алланың әділдігі ғой. Алланың алдыда қалай әрекет қылсаң солай көтерем деді да сұлтан қылып жіберді. Сұлтан қылып жіберді. Құдай-ау, Шам өлкесіне дейін барлық жерлерді басқарып, Ал-Азғар университетін тазартып, ішіне Ханафи, Шафиғи, Хамбали, Малики, Әхлі-Суннаның ғалымдарын кіргізіп, сабақ өтетіндей қылып, сол сунниттік оқуды қалыптастырып кеткен сол Сұлтан Бейбарыс атамыз біздің. Оны білетін кісілер бар ғой, сен сабағына келсең бар ғой, алдыңа кеп отырсайшы дейді. Алдыңғы қатарға кеп отырсайшы дейді. Абдулхамид Кешик, Жамалуддин Хашимдардың ауыздарынан бұл сөздерді естігенбіз біз. Біз Орта Азияға неміз, біз үлкен қарыздармыз деп тұрып айтады. Оның ішінде Қазақстанға деп ерекшелетіп айтады. Міне бауырлар, біз сондай болу керекпіз. Сол үшін біздің істейтін жұмыстарымыз әлі көп, істейтін қызметтеріміз әлі алда, біздің істеу керек болған нәрселеріміз әлі жоғары. Кеше интернет желісінде мен бір оқиға айтқам. Соны біреу айтады, біреу жазады маған инстаграмнан. Ұстазынан дәлел бар ма дейді. Мен айттым, кім сұрап атқан дәлел дедім да. Бір кісілер сенбей жатыр, мына оқиға сахих емес деп жатыр дейді. Я Алла, ол оқиға сахих Бұхарида келген ғой, Бұхарида. Кеше сіздер білесіздер, Абу Бакр мен Омардың оқиғасы. Абу Бакр мен Омар оқиғаны жеткізіп атқан Абу Дарда. Екеуінің арасында оқиға болды. Екеуі ұрсып қалды дейді. Болады ғой, адам ғой, адам. Пайғамбар ғой, күнәдан пәк. Ұрсып қалды дейді, сөзге келмей қалды дейді. Не деп айтқандар айтылмайды хадисте. Жоқ ол. Сол кезде тұрды да Абу Бакр бір қаттырек сөз айтып жіберді. Омар алып, Омар болса да жүрегі нәзік қой ол кісінің. Мұсылман ғой. Ол кісі тұрды да Абу Бакр, мен сені мына айтқан сөзің үшін кешірмеймін деп айтты дейді. Абу Бакр, қой кешір десе, жоқ, мен сені кешірмеймін деп айтты. Мәссаған, Абу Бакр настроениесі түсіп кетеді. Көңіл күйі жоқ. Сөйтсе, барды да пайғамбарымыздың алдына келіп, басын салбыратып, я Расулалла, осылай кішкене Омар екеуміз сөзге келмей қалып едік. Омар тұрды да, осылай деді, мен бұлай дедім. Мен сөз сөйлегенде сені кешірмеймін деп айтты. Қанша кешірім сұрасам да, я Расулалла, жағдай осылай деп, басын төмен салбыратып, көңіл күйі жоқ дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Бакрға қарады да, ей Абу Бакр, Алла сені кешіреді деп айтты дейді. Аллах сені кешіреді, Алла сені кешірсін деп айтты дейді. Абу Бакрдың көңіліндегі сызат кеткендей болды. Бірақ осы оқиға айтылғаннан кейін ар жақ шеттен алыстан Омарды көрді. Бейне бір Омар білген сияқтыдан Абу Бакр пайғамбарға кеткен ғой деп. Бір кезде көрді, Расулалла ашуланып кетті дейді. Ашуланған кезде мынау екі қасының арасында тамыры болатын дейді. Сол бүйтіп ісіп кішкене ат шыға келетін дейді. Оқ біліп қалатынбыз дейді, ашулы Расулалла. Ашуланып қалды. Абу Бакр түсінді. Келді да осып кетіп, я Расулалла, Омарға тиіспей-ақ қойшы, айтпай-ақ қойшы, я Расулалла, болды, барлығы шешілді, екеуміз енді үйтпейміз деп алдына жығылып атса, пайғамбарымыз қарамайды ғой. Өйткені Абу Бакр жақын досы еді. Сөйтсе Омарға барып айтады дейді. Сен қалайша Абу Бакрды кешірмеймін деп айттың?
Қара, Абу Бакыр ғана сөйлеп қойып отқан. Анау көңіл қақ қойып отқан. Бірақ пайғамбарымыз Абу Бакырды қорқап отыр, Омарды емес. Бейдет. Ей, қалайша сен мынаған қатты сөйлеп қойып отсың? Қалайша сен мынаны кешірмеймін деп отсың? Сосын бүйтіп айтты дейді. Менің сахабиымды тастаңдаршы қане. Тиіспеңдерші менің сахабиыма деп, ерекше сахабам деп айтып тұр дейді. Сосын былай айтты дейді. Ей, Омар, сендер мені өтірікші деп жүрген кезде, мені растаған осы ғой деп айтты дейді. Ключевой жер осы жер, бауырлар. Бухарида келеді. Сендер бастапқы уақытта ешкім маған сенбеген кезде, ей деп жүрген кезде, ей сиқыршы, өтірікші, ақын деп мені айтып едіңдер ғой. Сол кезде мені растаған осы еді ғой деп. Қараңыз. Валлахи бауырлар. Пайғамбардың құзырында, Алланың құзырында да ең алғашқы болып жәрдемдескендер, ең алғашқы болып діннің қызметінде жүргендер, ең алғашқы болып терлегендер, еш нәрсе басталмай жатқан кезде басталаудау деп сеніп жүргендер, солардың дәрежесі Алланың құзырында да жоғары. Валлахи айтам сіздерге. Валлахи айтам сіздерге, Алланың құзырында жоғары. Бұған дәлел осы хадис Бухаридағы. Тағы бір екі дәлел айтайын. Алғашқы шайқас жаңағы Бадыр деп айттық. Бадырға қатысқан бір сахабалардың құрметі сондай еді. Жибрил келіп сұрайды дейді. Ей, Мұхаммед, пайғамбарымыздан да, сендердің араларыңда ең сыйлы сахабалар кімдер? Былайша айтқан кезде, авторитеттерің кімдер сендердің араларыңда? Жибрил пайғамбарымыздан сұрап отыр. Сахабалардың арасында кімдер десе, пайғамбарымыз айтады ғой, Бадырға қатысқандар. Сөйтсе, Жибрил айтады дейді, бізде де періштелердің арасында авторитетіне Бадырға қатысқандар дейді. Бізде де дәрежесі жоғары Бадырға қатысқандар деп айтады. Татауы ана адамдар сыйлы, періштелердің дәрежесі көтеріліп жатыр да. Татауы мына кісілердің сыйлылығы Құдайдың құзырында. Тағы бір оқиға. Мужадала сүресіндегі аятқа байланысты. Сахабалардың барлығы алдын қатар отырып алады, мешітте намазға жиналып жатса, сөйтсе, Бадырлық кісілер алдыңғы қатарға үлгере алмай қап, бүйтіп шеттен келіп жатса, Алла аят түсіреді екен ғой, Бадырлық сахабалар үшін. Не дейді? Я айюхаллазина аману, иза қила лакум тафассаху фил маджалиси, фафсаху, яфсахиллаху лакум. وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا مَاسَ. Иман келтіргендер, мәжілісте отқан кезде, кеңейіңдер, сейсіп отырыңдар, деген кезде, қанеки, кеңейе қалыңдар. Сол кезде Алла сендерді кең қылады. Тұрып кет десе, тұрып кете қалыңдар дейді. Сөйтсем, сахаб, Бадырлық сыймай қап тұр ғой бір жігіт. Датауы ана кісінің авторитеті, орнынан тұр деп жатыр да. Алла айтып жатыр, орнынан тұр, орын бер. Сығысып отырыңдар. Авторитет. Алланың құзырында авторитет. Субханалла. Мынандай бір оқиға болған ғой. Бұл да муслимда келеді, бұны көп айта көрмейді уағызшылар. Өйткені бұл жерде бір кішкене ұяттау нәрсе бар. Бірақ та бұл оқиға болған. Бухариде де, муслимде келетін точно. Сахаба болған. Сөйтсе, үлкен шайқас болайын деп атқан кезде, ана хатта жазып жіберіпті. Біз осыншама адамбыз, мынандайымыз бар, осы жерде боламыз, тұрамыз деп, хатпен, ана мүшіріктерге хат беріп жүрген ғой. Былайша айтқан кезде, сол уақыттағы мұсылмандарды сдавать етіп жүрген. Атын айтын деп тұрған жоқ, сдавать етіп жүрген. Сахабалар, шулан келді, жанам біліп қойған ғой, пайғамбарымыз біліп қойған, алдына келді, әкелді дейді, я Расулалла, міне мына кісі ғой деп. Пайғамбарымыз тұрды. Не үшін істеді? Я Расулалла, мен ол хатта жазатын кезде сендерді сатып жіберем деген ойым болған жоқ. Мен тек қана өзімнің отбасым үшін қорықтым деді.
өзімнің отбасым үшін қорықтым. Мен ар жақтан айтқан ғой, сен айтсаң отбасына тиіспейміз деген сияқты да, өзі. Мен өз отбасым үшін қорықтым. Әйтпесе сіздер жеңіліп қалсын деп істегенім жоқ. Я Расулалла деген кезде Омарлар ашуланып тұр дейді. Я Расул, рұқсат берші деп. Жоқ, тиіспеңдер дейді. Сөйтсем анағы жігіт неге Бадырға қатысқан жігіт екен ғой. Сол кезде білесіздер ме, пайғамбар бізде тиіспеңдер деп. Бәлки Алла Бадырлықтардың барлығын кешіріп қойған деді. Тым істеген жоқ қой, тым. Сол кезде не мынандай болып тұр ғой, білесіздер ме, сондай бар да. Бадыр кім көмектесті, енді ол не істесе де оған зиян тимейді деген қағида шығарған.